Сәлем достар, бүгін сіздерге ең оңай, ең тез дайындалатын және өте жұмсақ печенье рецептін көрсетемін. Үйде бар қарапайым заттардан осындай дәмді тәтті жасауға болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бір жұмыртқа, 100 грамм қант қосамыз. Енді екеуін жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше араластырсақ, печеньеміз әдемі әрі жұмсақ болады. Осылай бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сосын 100 грамм қаймақ қосамыз. Қаймақ қамырға ерекше жұмсақтық береді. Одан кейін 1 шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық ванилин қосамыз. Тағы да бәрін жақсылап араластырамыз. Енді 100 мл сұйық май қосамыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Келесі қадам бізде ұн. Ұнды бірден түгел салмаймыз. Аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Шамамен 250-300 грамм ұн кетеді. Қамыр жұмсақ қолға жабыспайтындай болуы керек. Қатты болып кетпеуі үшін ұнды аз-аздан қоса отырып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Қараңыздаршы, өте жұмсақ қолға жабыспайды. Осындай қамырдан печенье өте жұмсақ болып піседі. Қамырымызды осылай домалақша тәрізге келтіріп, қамырды кішкентай бөліктерге бөлеміз. Бөліктерді өз қалауыңызша жасай беруге болады. Үлкендеу немесе кішірек. Сосын әр бөліктерді алақанымызбен домалақтап шығамыз. Қатты қыспаймыз, жай ғана жұмсақ түрде домалақтаймыз. Содан печеньеміз әрі дәмді, әрі жұмсақ болып піседі. Міне осылай печеньеларымызды домалақтап дайындап аламыз.
Табаның үстіне пергамент қағазын төсейміз. Пергамент жабысып қалмау үшін керек. Егер пергамент болмаса, табаны аздап майлап алуға да болады. Дайын болған печеньямызды табаға орналастырамыз. Бір-біріне тым жақын қоймаймыз, себебі пісу кезінде сәл үлкейеді. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жұмыртқа сарысы печенье әдемі алтын түсті болып пісуі үшін жағамыз. Үстіне аздап қант себеміз. Піскен кезде үсті сәл қытырлақ болып, өте дәмді болады. Барлығы дайын болған соң, алдын ала 170 градуста қыздырылған пешке саламыз. Шамамен 15-20 минут пісіреміз. Печеньямыз дайын болды. Дастарханға қоя беруге болады. Осылайша үйде бар қарапайым заттардан өте дәмді печенье дайындадық. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Пікірге өз ойларыңызды жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.